Баршаңызға сәлем достар. Бүгін дәл осындай өте әдемі, дәмді болып шығатын жаркоя дайындайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаймыз. Бізге тауықтың еті керек болады. Осылай қатты ұсақ емес, ірі-ірі етіп турап аламыз. Алдын ала етімізді дайындап, маринадтап қоятын боламыз. Артық жерлерін алып тастаймын. Мінекей етіміз турап болдық. Енді үстіне 1 чайный ложка тұз себеміз керегінше. Алдын ала етті маринадтап дайындап қоямыз, сол кезде дәмді болады. Ішіне одан кейін шамалы паприка және шамалы қара бұрыштан қостым. Барлығын жақсылап араластырып, пока қоя тұрамыз, сразу тамаққа қоспаймыз. Где-то 5 минут тұрғаннан кейін майды қыздырып, етімізді қуырып бастаймыз. Алдын ала турап жуа мен морковь дайындап қойдым. Енді табаны қыздырып, үстіне май құямыз. Одан кейін жуамызды бірінші қуырып алатын боламыз. До золотистого цвета. Мінекей жуамыз шамалы қызарды, тағы да бұлғап, үстіне дайындап қойған етімізді саламыз. Етті міндетті түрде турамас бұрын жуып алуды ұмытпаңыздар. Мінекей қосқаннан кейін жақсылап бұлғап, бетін жартылай ашық қалдырып, ондай қатты жай емес, орташа отта қызарғанша қуырамыз. Тағы да араластырамыз. Барлық жері біркелкі қызарып қуырылуы қажет. Үстіне сразу приправаны осы еттің үстіне қосамын, себебі сол кезде етіміз дәмді болады. Одан кейін шамалы томат қостым. Және оның артынша дайындап қойған морковьті да қосып жібердім. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып, қақпағын жауып, орташа отта тағы да қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқанда дайындап қойған картошкаларымызды, яғни картошкалардың сыртын ашып, жақсылап жуып аламыз да. Осылай қатты үлкен емес, кішкентай емес, орташа қылып турап аламыз. Дәл видеодағыдай дайындап қоямыз. Етіміз қуырылған уақытында қарап, үстіне осы картошкамызды саламыз. Қараңыздар, етіміздің суы күшті болып шығып, түсі де әдемі болды. Енді тек сол картопты сығылу ғана қалып тұр. Картопты салып аламыз және үстіне сразу мен тұз сеуіп қоямын. Аздау қылып себесіздер, содан кейін піскен кезде тағы да дәмін қарап, дәміне байланысты тағы да саласыздар. Мен негізі көп жағдайда тұзды көз мөлшеріне саламын. Тамақтың дәмін көбінесе қарай бермеймін, тек көз мөлшеріне қарап салам. Мысалы, мен мына жерде 2 чайный ложка салдым. Қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Бұқтырып алдық, енді ашып
бір 10 минутқа бұқтырғаннан кейін қақпағын ашып осылай тағы да араластырып дұрыстап былғаймыз. Астын бетіне шығарамыз. Жаңағы сепкен тұзымыз араласады. Мінекей біздің картобымыз дайын болды. Тағы да бір 10 минутқа қалдырғанмын, мана осындай болып шықты. Картошка өзі тез піседі. Өте дәмді, еттері де жұмсақ және андай маринованный ет сияқты болып тұрады. Шынымен де енді алдын ала бөлек тұздағасын сондай дәм беріп тұрады. Дайындап көріңіздер, ас болсын сіздерге.